Саламатсыздар ма? Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осындай таңғы асқа тамақ дайындаймыз. 1 кило осындай дайын қамырымызды аламыз. Мына қатпарлы қамыр менде дайын тұрған. Осыны осылай жаямыз. Қамырымызды осылай жаямыз. Мен бұны пакетінен шығарып қойып, сәл шеттері қайысып қалыпты. Бірақ еш нәрсе қылмайды, шеттерін алып тастаймыз. Осылайша жайып аламыз әбден. Қамырымызды жайып болып қалдық. Енді қамырымызды кесеміз. Шеттерін осылай алып тастаймыз. 4 бұрыштап бауырсаққа турағандай осылай кесіп аламыз. Енді біздің емізді, сосискамызды, бір сосисканы 2-ке бөлеміз. Осылайша 2 бөлікке бөліп, үстіп қамырдың 2 жағына саламыз. Бауырсақтың қамырындай бір ораймыз, екінші сосисканы тағы да үстіп орап, осылай түйеміз. Ұнтақтап үстіп орап шығамыз барлық сосискамызды. Таңғы асқа жасасаңыздар, үстіп балаларыңызды қуантасыздар. Өте тамаша, әдемі болып шығады. Барлығын осылай түйіп болған соң, алдын ала қызып тұрған пешімізге жарты сағатқа салып аламыз. Әрине бұны осылай противень дайындап салып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды бетіне сарысымен қосып жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып болды. Енді қызып тұрған пешімізге саламыз. Өте дамды, духовкада әдемі болып піседі пешімізде. 100 грамм сырымызды теркадан өткізген, өткіштен өткізіп, осылай бетіне саламыз. Isып тұрған пешімізге саламыз. Таңғы асымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Каналымды қолдап, лайк басып, пікір жазып, тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Астарыңыз дәмді болсын.